Винисиус ашуға мініп, барлығына мықтылығын дәлелдейін деп жатыр. Анчелотти не үшін қатты өкінетінін айтты. Франция құрамасының ойыншылары бапкердің ауысқанын талап етуде. Осы және басқа да футболдағы жаңалықтар біздің бүгінгі шығарылымда. Жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бұрыннан бергі жазылушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ тілді футбол арнасына көмек көрсету мақсатында арнамызға жазылуды және бейнероликке лайк басуларыңызды сұраймыз. Қоңырау түймешесін қосып қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Англияның футбол қауымдастығы Тоттенхемнің жартылай қорғаушысы Родриго Бентанкурға қатаң жаза тағайындады. Айта кетсек, өткен жазда уругвайлық футболшы бағдарламалардың бірінде командадағы әріптесі Сон Хейминмен қалжыңдасып, оңтүстік кореялықтардың түрлері бәрінікі бірдей деп айтқан еді. Дегенмен артынша Бентанкур соннан бірден кешірім сұрап, ойыншылар арасында ешқандай жанжал болмаған еді. Бірақ та бұған қарамастан Англияның футбол қауымдастығы бұл жағдайды жай қалдырмай, Родриго Бентанкурға жаза тағайындап, оған 100 000 фунт стерлинг көлемінде айыппұл салды. Сонымен қатар футболшы бақандай 7 ойынға қатыса алмайтындай болып дисквалификацияланды. Еске салсақ, Бентанкур ағылшындық командаға 2022 жылы Ювентус сапынан 22 миллион еуроға ауысып келген болатын. Манчестер Юнайтед ұжымындағылардың трансферлік терезелер кезінде ақшаны аямай жұмсайтыны үйреншікті қалыпты жағдайға айналғаны қай заман. Алайда клуб басшыларының бірі болып табылатын Джеймс Редклифф ақшаны бекер шашпай үнемдегенді жөн санайды. The Telegraph баспасының ақпараты бойынша командаға жаңадан тағайындалған бас бапкер Рубен Аморимге дәл Эрик тен Хагтың жағдайы секілді трансферлерге үлкен қаражат жұмсау мүмкіндігі берілмейді. Осылайша қызыл сойқандардың жақын арадағы трансферлік терезелерге бөлінген қаржылары шектеулі болады. Клубтың басшылары Манчестер Юнайтедтің қазіргі құрамы осал емес деп есептейді, және олар португалдық бапкерден қолда бар ойыншылар арқылы оң нәтиже күтеді. Франция ұлттық құрамасының ойыншылары бас жаттықтырушы Дидье Дешамнан жалыққан және құраманың біраз ойыншылары аталған бапкермен әрі қарай бірге жұмыс жасағылары келмейді. Осы жайында Get French Football News баспасы хабарлауда. Осыған байланысты Реалдың бұрынғы жаттықтырушысы Зинедин Зиданның Францияны тізгіндеуі мүмкін делінген сыбыстар қызу талқыланып тарала бастаған. Айта кетерлігі, бұл маман Франция ұлттық құрамасын талайдан бері жаттықтырғысы келіп жүр. Дегенмен бұл сыбыстар мен қауесеттерге қарамастан федерация басшылары Дешамды қолдайды. Және олар 2026 жылы өтетін әлем чемпионатына құраманы дәл осы бапкер бастап апарады деп сенім білдіріп отыр. Дидье Дешам үш түстілер құрамасын 2012 жылдан бері жаттықтырып келеді. Оның қол астында Франция 2018 жылғы әлем чемпионатында топ жарған болатын. Ұлттық құрама мен бапкер арасындағы қазіргі келісім 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Итальяндық жаттықтырушы Карло Анчелотти Реалдағы бапкерлік мансабындағы өзіне жіберген ең үлкен қателігі жайында айтып жеткізді. 30 жылдан артық өткізілген бапкерлік мансабында әрдайым тек қана дұрыс шешімдер қабылдануы мүмкін емес. Мысалы, соның арасына Мадридте дәл осы жерде менде үлкен қателік болды. 2015 жылы мен Реалмен келісім шартымды ұзартуға жақын болған едім. Клубтағылар мені қалдырғысы келгентін. Алайда мен жалақымның көбеюін тым қатты талап етіп, осылайша олар да келіссөздерді тоқтатты. Бұл менің жіберген ең үлкен қателігім болды. Бірақ та сол қателігім маған көптеген нәрселерге сабақ болды, деген екен Карло Анчелотти. Айта кетсек, итальяндық бапкер Реалда алдымен 2013 пен 2015 жылдар аралығында жаттықтырды, және кейін 2021 жылы ол клуб тізгініне қайтып оралды. Манчестер Юнайтед және де ПСЖ клубтары Аталантаның шабуылшысы Адемола Лукманға көз тіккен деп хабарлайды Фичедес баспасы. Баспаның хабарлауы бойынша итальяндықтар өз ойыншыларының құнын шамамен 100 миллион еуроға бағалауда, және аталған клубтардың мұндай соманы төлеуге шамалары жетеді. Аталған ағылшындық және де француздық клубтың екеуі де өз шабуыл қапталдарын күшейтуді қалайды. Лукманның универсалдылығы, сондай-ақ қарсылас команданың айып алаңында өткір ойнап қауіп төндіре алатындығы біршама еуропалық топ клубтарды қызықтырып жүр. Ағымдағы маусымда 14 ойынға қатысқан шабуылшы 8 голды соғып және 5 голдық пас жасап көзге түскен. Оның итальяндық ұжыммен келісім шарты 2026 жылға дейін жарамды.
Барселонаның спорт директоры Деку немістік қақпашы Марк-Андре Тер Штегеннің клуб сапындағы алдағы болашағы жайында сөз қозғады. Айта кетейік, аталған голкипер ауыр жарақат алып, маусым соңына дейін қатардан шығып қалған болатын. Және осыдан соң Барса Тер Штегеннің орнына Портудың қақпашысы Диего Коштаны өз қатарларына қосып алуы мүмкін делінген ақпараттар таралған еді. Жаңа қақпашы: біз Диего Коштамен ешқандай да келіссөздер жүргізіп көрмедік. Мен оған Портудағы мансабына сәттілік тілеймін. Дегенмен бізбен әлі 3 жылдық келісім шарты бар. Тер Штеген негізгі қақпашы рөліне келгенде біздің басты мақсатымыз болып табылады. Оның орнына біз басқа ешкімді де сатып алмаймыз. Егер де мен Диего Кошта болсам, Барсаға қосалқы қақпашы болатынымды біле тұра ауыспас едім деп ойлаймын, деген екен Деку тілші Фабрицио Романоға жеткізген сұхбатында. Даниялық қорғаушы Андреас Кристенсен Барселонаның жоспарына кірмейді және Diario Sport баспасының ақпараты бойынша клуб бұл ойыншымен қош айтысуға дайын. Осылайша Кристенсен Барсадан осы қыста немесе алдағы жазғы трансферлі терезеде кетеді деп күтілуде. Еске салсақ, 28 жастағы ойыншы Барсаға 2022 жылдың жазында еркін агент ретінде ауысып келген еді. Содан бері ол клубтың сапында 75 ойынның қатысушысы болған. Футболшы мен клубтың арасындағы қазіргі келісім негізінен 2026 жылға дейін негізделген. Қазіргі сәтте орталық қорғаушы алған жарақатынан емделуді жалғастыруда. Есесіне каталондықтар испаниялық центрбек Иниго Мартинеспен келісім шартты әрі қарай ұзартуға мүдделі. Барсадағылар 33 жастағы бұл ойыншының ойындарына өте риза. Арсеналдың жаттықтырушысы Микель Артета турнирлік кестеде өз командасы көш басындағы Ливерпульден көп ұпайға артта қалып келе жатқанына қарамастан, осы жолы Премьер-лиганы жеңуге ешқандай айқын фаворит команда жоқ деп есептейтінін жеткізді. Қазіргі сәтте Премьер-лигада барлық қарсыластардан оқ бойы озып тұрған ешбір команданы көріп тұрған жоқпын. Нәтижелер тұрғысынан алғанда тек Ливерпуль ғана тұрақтылық көрсетті. Бірақ сонда да турнирдегі ұпайлар арақашықтығы соншалықты үлкен емес. Жеңіске жету бұл энергия, сенімділік, сондай жақсы атмосфера қалыптастыруға арналған, барлығы жағынан керемет формула, деп жеткізген екен испаниялық маман. АПЛ-дың қазіргі турнирлік кестесінде Арсенал әзірге 19 ұпаймен 4-ші орында келеді. Ал сіздердің ойларыңыз бойынша осы жолға АПЛ-ды жеңіп алуға басты фаворит кім? Комментке өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Өткен маусым қорытындысы бойынша Родриға есе жіберіп алтын доп жүлдесін жеңе алмай қалған Винисиус Джуниор осы маусымда барлығына өзінің мықтылығын танытып, үздік екендігін дәлелдегісі келеді. Осы жайында аз басылымы хабарлады. Ақпараттар бойынша бразилиялық ойыншы престижді индивидуалды жүлдені қатты жеңіп алуды қалайды және бұған қол жеткізу үшін ол өз алдына үлкен мақсат қойып отыр. Винисиус өткен маусымдағы көрсеткішінен асып түсіп, осы жолы бұл маусымның аяғына дейін 50 голды топырлатып соғып тастауды жоспарлауда. Еске салсақ, алдыңғы маусымда ол қатысылған 39 ойында 24 голды соғып, 11 голдық пас жасап ерекшеленген еді. Ал бұл маусымда 17 матчқа қатысқан Винисиус 12 голмен 7 нәтижелі пасты еншілеп үлгерген. Қалай ойлайсыздар, 50-ге жоқ голды соғу Винисиустың қолынан келе ме? Өз ойларыңызды пікірге жаза кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сіздерге хабарлап жеткізген футбол жаңалықтарымыз осымен соңына келіп жетті. Лайк басып арнаға тіркеліп, қолдау танытуларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесіде кездескенше аман болыңыздар.